Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін менде осы видеодағыдай өте жұп-жұмсақ, нәзік, топ-томпақ, керемет болып шығатын булочкалар дайындадым. Сіздер де жасап көріңіздер. Тестасы да өте керемет болып шықты. Ол үшін бізге жылы сүт, жылы айран, дрож, қант, жұмыртқа, сары май, тұз, ұн қажет болады. Алдымен сүтімізді, айранымызды, тұзымызды саламыз, жұмыртқамызды жарып салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз қантымызды салып. Бізде қант пен тұз еруі қажет болады. Ұнымызды міндетті түрде електен өткіземіз. Сонда біздің булочкаларымыз әдемі көтеріледі. Сары майымызды ерітіп алып құятын боламыз. Оның үстіне дрожжымызды саламыз. Енді електен өткен ұнымызды салып, қамыр елейтін боламыз. Қамыр бізде қолға жабыспайтын, жұп-жұмсақ, жұмыс жасағанға ыңғайлы қамыр болу керек. Бұл қамырды көтерілуге 1-1,5 сағатқа жылы жерге бетін жауып қойамыз. Мінекей қамырымыз осындай болып шығады. Мен описанияға керекті заттарды жазып қоямын. Тура сол граммен, мөлшермен жасасаңыздар, сізде де бәрі толық шығатын болады. Енді ашқан қамырымызды 80 грамнан бөліп алатын боламыз. Бірнеше бөлшектерге бөліп алдық. Енді қамырымызды жайып, вареный сгущенкамызды салып, булочка жасайтын боламыз. Сіздер кез келген формада жасай берсеңіздер болады, әркімнің өз қалауы бойынша. Мен кішкентай қасықпен 1 қасық салдым, көп салған жоқпын. Таттыны қатты жақсы көрсеңіздер, көп салсаңыздар болады. Осылай шет-шетін қатты жауып алып, пышақтың көмегімен кесіп, сәндеп шықтым. Бұл булочкаларымызды жасап болғаннан кейін формамызға салып, жылы жерге 10-15 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Бетін жауып. Менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Видеоларымды жоғалтып алмау үшін колокольчикті басып қойыңыздар. Кез келген формада жасадым. Енді жұмыртқамыздың сарысын жағып алатын боламыз. Мен балдарыма ішінде еш нәрсесі болмаған ұнайды. Ешқандай начинкасыз 4-еуін осылай қоя салдым, домалақ-домалақ етіп, күлше сияқты қылып жасап берем дедім. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шықты. Жұп-жұмсақ, дәмді, бір жасағаннан жеп қояды балалар. Бетіне күнжіт септім. Мінекей біздің булочкаларымыз осындай болып шықты. Жұп-жұмсақ, топ-томпақ, нәзік болып шықты. Жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге сая ас болсын.